Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгін сіздерменен мен Тауырбекова Гүлдана Жанарбек қызы қазақ тілі сабағын өткізетін боламыз. Дені сау қуатты мемлекет дейді. Бүгінгі біздің тақырыбымыз да дәл осы денсаулық төңірегінде болмақ. Жаңа сабағымыздың тақырыбы иммунитет деп аталады. Бүгінгі сабақта қол жеткізетін оқу мақсаты: коммуникативтік жағдаятқа сай көркем бейнелеуіш, эмоционалды экспрессивті сөздерді және мақал-мәтелдер мен тұрақты тіркестерді еркін қолданып диалогке қатысу, пікір-таласта тез және дұрыс шешім қабылдай білу. Сөйлеу тіліндегі интонация, кідіріс, логикалық екпіннің мәнін түсініп қолдану. Бағалау критерийлері: коммуникативтік жағдаятқа сай көркем бейнелеуіш, эмоционалды экспрессивті сөздерді және мақал-мәтелдер мен тұрақты тіркестерді еркін қолданып диалогке қатысады, пікір-таласта тез және дұрыс шешім қабылдай біледі. Сөйлеу тіліндегі интонация, кідіріс, логикалық екпіннің мәнін түсініп қолданады. Тақырыпты шынайы өмірмен байланыстыра отырып талдау жасайды. Иммунитет – организм докторы. Ең алдыменен иммунитет туралы мынандай мәтінді мұқият тыңдаймыз. Иммунитет – ағзаның жұқпалы ауруларға қарсы тұру қабілеті, яғни ауру қоздыратын бактериялар мен вирустардың, бөгде заттардың ықпалына қарсы тұруы. Оның екі түрі бар: табиғи және жасанды. Иммундық жүйенің ерекше қызметі ағзада зиянды микробтар мен вирустарды алдымен оқшаулап, содан кейін жоюы. Өкінішке орай, ағзаға осындай заттар жиі түсе берсе, күресе иммундық жүйе әлсірейді. Иммунитет тапшылығы ең алдымен тыныс алу мүшелерінің суықтауы, терінің микробтық, вирустық ауруларының асқыну кезінде байқалады. Иммундық жүйесі толық қалыптасып үлгермегендіктен балалар ересектерге қарағанда жиірек ауырады. Иммундық жүйе қалыпты жұмыс істеу үшін дұрыс тамақтану, салауатты өмір салтын ұстану, зиянды әдеттерден аулақ болу керек. Дұрыс тамақтану адам ағзасы үшін өте маңызды. Ол тек қана дер кезінде тамақтанып тұру емес, сол тағамның құнарлылығы. Тағамдардың табиғи күрделі түрлері ғана құнарлы болады. Малдың сүті мен етінде, соның ішінде шұбат, қымыз, айранда, сондай-ақ балықта, жемістер мен көкөністерде дәрумендер мен минералды заттардың қажетті көлемі бар. Осындай тағамдарды араластырып қолдану пайдалы. Дәрумендер мен минералды заттардың жетіспеушілігі иммундық жүйе жұмысының тапшылығына әкелуі мүмкін. Сонымен қатар денені шынықтыру, жұмыс пен демалыс ретін сақтау өте маңызды. Бұл мәтін балалар интернеттен алынған екен. Яғни мәтінде иммунитетке қажетті іс-әрекеттер және де иммунитеттің қызметі жайлы, оның адам өміріндегі орны және де біз иммунитетті қалай сақтауымыз керек, сол туралы қысқаша баяндалады екен. Жақсы, балалар, ақпараттарды ары қарай тағы да толықтыра түсу үшін мынандай қысқаша түрдегі бейне материалды бірге тамашалайық. Адам ағзасын түрлі сырқаттардан сақтайтын басты фактор иммунитеттің мықты болуы. Йогуртта ағзаны қауіпті бактериялардан қорғайтын белсенді бактериялар бар. Австриядағы Вена университеті мамандары арнайы зерттеу жүргізіп, күніне 200 грамм йогурт жеу иммунитет үшін пайдалы екенін анықтаған. Егер тұмауға шалдықсаңыз, балқаймақ асқазан ішек жолдарына салмақ түсірмейді. Пияз түрлі вирустарды өлтіреді, сондықтан оны күз және қыс мезгілдерінде көп жеген дұрыс. Жаңа сығылған пияз шырынын күніне 3-4 рет бір шай қасықпен тамақтың алдында ішкен дұрыс. Асқазанның жұмыс істеу қызметін жақсартады. Қызғылт түсті көкөністер антиоксиданттарға бай. Сонымен қатар асқабақ пен тәтті картоп құрамында зиянды бактериялармен күресетін бета-каротин бар. Ол теріні сау етіп сақтап, ауру тудыратын вирустардың алдын алады. Балық және теңіз өнімдері асқынудың алдын алып, өкпені инфекциядан қорғайтын омега-3 қышқылына және С дәруменіне бай. Бұл дәрумендер вирусқа қарсы белсенді әрекетімен танымал. Иммунитеттің белсенді болуына әсер ететін амин қышқылы қара және көк шайда да бар. Ал шайдың құрамында кездесетін алкиламин иммун жүйесін бактерия және аллергендерден қорғауда жақсы қызмет етеді.
Түрлі зерттеулердің нәтижесінде таңқурай қатерлі жасушалардың өсуін тоқтататыны дәлелденді. Атап айтсақ, көкіректің қатерлі ісігі, асқазан асты безінің қатерлі ісігі терінің қатерлі ісігіне пайдалы. Себебі таңқурайда элла қышқылы бар. Сондай-ақ иммунитетті арттыру үшін уақытылы демалу маңызды. Үнемі күйзелісте жүру де сіздің иммунитетіңізге тікелей әсер етіп, жасушалардың пайдалылығын төмендетеді. Тағы бір жайт, дене жаттығуларына көңіл бөліңіз. Үнемі отыра беру денсаулығыңызға кері әсер етеді. Күніне 30 минут аэробикамен айналысу иммунитетті әлде қайда көтереді. Жақсы балалар. Енді мынандай тапсырма. Жазылым тапсырмасы бірінші тапсырма. Берілген ақпараттарды пайдалана отырып, өз ойларыңызбенен топтастырып жазыңыздар. Яғни иммунитет дегеніміз не? Иммунитеттің нашарлауына қандай нәрселер әсер етеді? Иммунитеттің негізгі қызметі қандай? Иммунитетті сақтау үшін қандай шараларды қолданамыз? Иммунитетті сақтаудың қандай жолдары бар? Иммунитетті өздеріңіз қалай сақтайсыздар? Осы мәселе төңірегінде өз ойларымызды топтастырып жазып шығамыз. Дескриптор тақырып аясында өз ой-пікірлерін білдіреді, ақпараттарды негізге ала отырып дәлелдейді, өз ойын дәлелдеуде мәтіндегі тірек сөздерді орынды қолданады. Келесі тапсырма. Жазылым. Төменде иммунитетті көтерудің 6 жолы берілген. Қазіргі пандемия кезінде бұл кеңестерді қаншалықты пайдамызға жарата аламыз? Осы тақырып төңірегінде ой толғау жазып, грамматикалық кідірістерді анықтаңыздар. Дескриптор. Тақырыпқа қатысты ой қозғайды, қазіргі күнменен байланыстырады, грамматикалық кідірісті ажыратады және анықтайды. Кері байланыс. Бүгінгі сабақта сіздер үшін құнды болған мәліметтер және қызықты болған мәліметтер, тақырып аясында қиындық тудырған сәттер. Осы сөздерді негізге ала отырып, сабағымызды қорытындылайық. Үйге тапсырма. 6-шы тапсырма. 2 тапсырманың бірін орындаңыздар. Энциклопедиялар мен акты материалдарынан иммунитет туралы ғылыми танымдық ақпараттар табыңыздар. Оны осы сабақтан алған білімдеріңізбенен салыстырып, жаңа ақпаратты дәптерге жазыңыздар. 2-ші тапсырма. Попс формуласын пайдаланып, иммунитетті көтерудің ең тиімді тәсілі тақырыбында өз ойларыңызды жазыңыздар. Жақсы балалар. Осымен бүгінгі біздің қазақ тілі сабағымыз аяқталды. Назар аударып тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет. Сау болыңыздар, ауырмаңыздар.